Таза Қазақстан акциясы аясында қаламызда жаппай сенбілік өтті. Қалаға кіреберіс аркадан басталған тазалық шарасы ішкі көшелерде де жалғасын тапты. Шөптер шабылып, талдарақтар ақталып, қала кіреберісі ретке келтірілуде. Айта кетейік, шараға қаламыздағы барлық мекеме бір жұдырықтай жұмылып атсалысуда. Эко-акция Арыс-Шымкент тас жолы бойынан бастау алды. Сенбілікке мемлекеттік қызметшілер, мекеме, кәсіпорын қызметкерлері, ардагерлер, спортшылар және өнер азаматтары, қалалық мәслихаттардың депутаттары, еңбек ұжымдарының өкілдері, қала жастары атсалысты. Арыс қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру спорт бөлімі атсалысып жатқан жайымыз бар. Оған мәдениет қызметкерлер, кітапхана, Арыстағы спорт мекемелері апта сайын өзімізге берілген аумақтарға сенбілікке шығамыз. Сонымен бірге Арыс қаласында 3-ші секторге бөлінген Арыс қаласы. Соның 3-ші сектор бізге бөлінген. ОЕХ-да апта сайын бөлініп, екіге бөлініп, осы Таза Қазақстан акциясының аясында сенбілік ұйымдастырып шығып тұрамыз. Акцияға басқа да қазақстандықтарды, сонымен қоса Түркістан облысындағы барлық мекеме қызметкерлерін қатысуға шақырамын. Тазалық шарасына қала әкімі Гүлжан Құрманбекова қатысып, акцияны барынша қолдап, әсем қаламызды одан әрі гүлдендіру жолында аянбай еңбек етіп жүрген азаматтарға алғысын білдірді. Кең көлемде өткен тазалық акциясына 500-ден астам адам қатысып, белсенділік танытты. Эко-белсенділер ағаш түптерін әктеп, жасыл желектің түптері мен жол жиектерін арамшөптерден тазалады. Жиналған қоқысты кесілген ағаштарды тасымалдауға коммуналдық мекемелердің қызметкерлері мен 10-нан астам техника жұмылдырылды. Биыл енді жаңбыр жақсы жауғандықтан көктер жақсы шықты, бірақ енді күн ысығаннан кейін сол көктер қурап жатыр. Арты өртке ұласпас үшін жол жиегіндегі шөптерді шауып жатырмыз. Енді Арыс қаласының әкімдігі шақырғаннан кейін біз де сол акцияға келдік. Әркім өз ауласын таза ұстаса, барлық жер таза болады деген сөз бар ғой. Сондықтан халықты елде жерде ортақ болғандықтан халықты осындай сенбілікке, тазалыққа шақырамыз, атсалысайық. Сенбілік шарасында қаламыздың өнерпаздары тұрғындарды тазалыққа шақырып, Таза Қазақстан импровизациялық ән шырқап сенбілікті көңілді мерекеге айналдырды. Азабын тартым, қоқыстың талай, түсіндіремін халқыма қалай. Жүрегім менің арысым дейді, сенің атқан батырдай. Айта кетейік, Арыс қаласы көлемінде Таза Қазақстан акциясы аясында көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазалық сенбіліктері көктемнің алғашқы күні 1 наурыздан бері өтуде. Бүгінде қала орталығындағы жарық шамдарды ретке келтіру, саябақтар мен аллеялардың шөбін ору, суғару жүйесін ретке келтіру, ағаштарды күтіп ұстау жұмыстары күнделікті атқарылуда. Жантөре Болысмұрат, Сұңқар Бакиров, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.